Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін бізде эфирде Иман нұры бағдарламасы. Қазақ халқы жалпы қызға 40 үйден тыйым дейді. Қызға сондай арымның нұры деп қараған. Сол себептен де мынау қазіргі таңда кейбір қыз балалардың, кейбір жас отбасылардың осындай өмірдің қиыншылықтарына шыдас бере алмай қиын жағдайға түсіп қалып отқанын біз көзіміз көріп отыр. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз да осы жас отбасы, қыздың арының сақталуы турасында болмақ. Алдымен студиямызға келген қонағымызбен таныс болалық. Ақтөбе қаласында орналасқан Ана үйі қоғамдық қорының үйлестірушісі Лакова Таңсұлу Зағитқызы. Таңсұлу Зағитқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіз жаңа таныстырып өткендей, Ақтөбеде жұмыс жасап жатқан Ана үйі қоғамдық қорының үйлестірушісі болып жұмыс жасап жатсыз. Жалпы орталықтың қызмет мақсаты не үшін құрылған? Қандай мақсатта жұмыс жасайсыз? Және қай уақыттан бері жұмыс жасап жатыр? Жалпы Ана үйі қоғамдық қорының негізгі мақсаты әлеуметтік жетімдіктің алдын алу. Бұл қоғамдық қордың бұл жаңадан ашылған жоба 2013 жылы ашылу ұйытқысы болған BI құрылыс холдингінің президенті Рахымбаев Айдын Жұмаділұлы. Жолдасы екеуі осы Аналар үйі қоғамдық қорын ашқан болатын. Сол 2013 жылдан бері бүкіл республика көлемінде 19 облыс аймағында 25 үй ашылып отыр. Ол кісі бүкіл Қазақстанның кәсіпкерлеріне үндеу тастаған болатын. Осындай қайырымдылық жобасын ашып отырмыз, осыған атсалысыңыздар деп. Осы Ақтөбе өңірі бойынша біздің Қобда ауданының туысы Исламбек Салжанов біздердің осы Ана үйіне демеушілік істеп, қайырымдылық шарасын істеп отыр. Бұл Ақтөбе облысында, Ақтөбе өңірінде 2014 жылдан бері осы Ана үйі жұмыс істеп отыр. Республика көлемінде 3000-нан астам сәбилер жетімдіктен құтқарылса, осы демеушілердің арқасында. Ал Ақтөбе өңірі бойынша бүгінгі таңда 113 сәбиге көмек қолдау көрсеткен болатынбыз. Осы ашылғаннан бері бүгінгі таңда 113. Түсінікті. Таңсұлу Зағитқызы, жалпы орталық сонда немен айналысады? Кімдерді қабылдайды? Бұл орталыққа жаңылыс басқан, я болмаса отбасынан қолдау көрмеген, жігіттері алдап кетіп, бас тартып кеткен аналар, жас аналар, 18-30 жас аралығындағы жас аналар бұрын осы уақытқа шейін бір жыл жарым аралығында қабылдайтын болатын біз. Қазіргі таңда 6 айға шейін қысқартылды уақыты. Себебі осы бір жыл аралығында біздер жаңағы сол жас аналардың құжаттарымен, жаңағы сәбиге әкеліп құқын анықтау, сосын жаңағы төленетін жәрдемақысын барлығын біз көмектесіп, психолог мамандармен барлығымен көмектесіп, жаңағы босануға дейін, босанғаннан кейінгі жаңағы депрессиялық жағдайдан шығаруымыз керек. Сондай жұмыстар жүргізіледі. Содан кейін отбасымен табыстырылады, жаңағы сәбидің әкесі іздестіріледі. Содан кейін барып жаңағы сәбиге арғарай жаңағы жетімдер үйіне өткізіліп тапсырылмаса болғаны. Ең болмағанда сәби анасымен бірге қалу керек. Содан кейін барып біздер әкесін іздестіреміз, болмаса өзінің отбасымен табыстырамыз. Себебі қазіргі таңда өздерінің тәрбиесін бермегенмен қоймай, жаңағы балаларын сол сәбидің көзін қалайда құрт, бізді ел жұртқа масқара қылма деп ата-анасы өз қыздарынан бас тартып жатқан жағдайлар өте көп. Сондықтан біз сондай қыздарды ең болмағанда сәбиін өз бауырында қалып, аналық мейіріміне қандырса екен деген ниетіміз. Демек, бұрынғы алдағы уақыттарда, бұрынғы өткен уақыттарда бір жылға дейін қалатын болса, қазіргі таңда 6 ай мерзімге дейін қысқартылып отыр. Бұл сонда сіздерге орталыққа келетін адамдардың санының көптігімен байланысты ма? Бұл жаңағы әзір тамаққа үйреніп кетпесін деген. 6 ай уақыт аралығында біз сол жұмыстардың барлығын қамтып, сол 6 айдың ішінде көмек беріп, қолдау көрсетіп, арғарай жіберу. Себебі бір жылға шейін, осы 3 жыл аралығында бір жылға шейін қабылдап көрдік. Жаңағы келген аналар кейбіреулері жаңағы сондай әзір асқа, орысша айтқанда иждивенчество дейді ғой, сондай ненің болмауы үшін 6 айға шейін уақыты қысқартылды. Бұл енді қатып қалған мерзім емес, дей
тұрғанмен де әрбір анаға, мысалға жетімдер үйінің түлектері болады. Ондай аналарға біздер жеке басқаша қараймыз. Олардың уақытын созып, жаңа баратын жерлерін әбден анықтап бергенше біздер сол жаңағы уақыт аралығында уақытын созып отырамыз. Түсінікті. Енді осы жас ерекшеліктері бар ма? Әлде шектеу жоқ па жастарында? 18-30 жас аралығында деп қабылдаймыз. 30 жас аралығында. Одан кейін жаңа 30-дың үстінде де бірең сараң аналар болады. Ол енді бұл кішкене қараңғылау, ауылдық жерден, алыс түкпірлерден келген аналар. Олардың да енді жаңағы 30-дан кеткеннен кейін, жаңағыдай жағдайға түсіп қалғаннан кейін, әрине ұят, ағайын тума туыстары бұндайдан біздер жаңағы қашық боламыз деген себеппен ана баланы жаңа жетімдер үйіне өткіз деген ұсыныс береді. Сондай мезгілде біздер жасы 30-дан кеткен ана болса да қабылдап аз уақыт аралығында көмек қолдау көрсетіп жібереміз. Енді жалпы осы орталыққа келіп атқан жас семьялардың көбісі жаңа айтқандай өмірдің қиыншылықтарына тап болған отбасылар ғой. Олардың осындай оқиғалар бар ма? Мәселен, жағдайлары жақсы, былай айтқанда әке-шешесінің жағдайы жақсы, немесе ата-енесінің жағдайы жақсы, екі ортада жаңағыдай қыз баланың немесе келіннің деп айтамыз ба, бір мінездерінің жараспау себебінен осындай орталыққа келіп жататындар бола ма? Ондай әлеуметтік жағдайлары жақсы қалыптасқан негізінде, оның ағайын тумаларында, ортасында, отбасыларында жаңағыдай бір мінез жарас, қандай бір себеппен келіп жатады сізге? Біздерге көбісіне келетіні жалғыз басты жаңағы қиын жағдайға түскен аналар. Жаңағыдай отбасынан келетін аналар болса, олар ондайлар сирек. Біздер тез уақыт арасында жаңағы ата жолдасымен, жаңағы ата енесімен табыстырып жіберуге тырысамыз. Міндетті түрде. Бұндай жағдайлар өте көп болды. Сол мезгілде мен сол жаңағы келіннің, қызының ата-анасын, не болмаса енесін шақыртып, сол жерде ұзақ 2-3 күннің аралығында табыстырып жіберген жағдайлар өте көп болды. Жақсы, енді жаңа сөзіңіз айтып жатсыз, табыстырып жіберген жағдай. Жалпы жас ана келген сіздің орталыққа тағдырын тауқыметін тартып келіп отыр ғой. Ол бір қуанғаннан, бір жетіскеннен келіп жатқан жоқ, әрине оның жағдайын түсінікті. Сол келген жас анаға сіз енді жылы жай ұсынасыз, тағамдарынан басқа, мына адамның рухани байуы дейді ғой, адамгершілік рухани жағынан, тәрбиелік жағынан бір сіздерден орталықтан бір үлес бар ма оларға берілетін? Міндетті түрде біздің ең басты мақсатымыз оларды тек қана қарындарын тойдырып, жылы жаймен қамтамасыз ету емес. Сондықтан оларды жаңа психолог мамандарымыз бар, медбике маманы бар. Оларды жаңа балалардың, сәбилердің денсаулығын медбике қараса, ал психолог маман оларды жаңағыдай тығырықтан, депрессиялық жағдайдан шығарады деп айтып кеттім ғой. Соның барлығымен жұмыс істейді. Жаңағы жас ананың өзіне өзі келу мәселесін қарастырамыз. Яғни ол біздерге жаңа оңайлықпен, сондай жаңа бір еріккеннен келген ана емес қой. Олар жаңағы тағдырдың тауқыметін тартып, қиын жағдайға тап болғаннан кейін келген. Біздерге жаңағы бүкіл облыстық денсаулық сақтау басқармасымен біздерде ынтымақтастықтамыз. Олар біздерге жаңағы бүкіл перзентханалардың бас дәрігерлерімен хабарласып отырамыз. Егер баласынан бас тартпақшы болатын ана болса, біздерге дереу хабарласып, біз психолог маман екеуміз барып жаңағы жас ананы райынан қайтарамыз. Себебі сәби анасымен қалмаған жағдайда олар сәби жетімдер үйіне түсу керек. Сәбилер үйіне. Сондықтан біз сондай райынан бас тартып, алып келіп жаңа бүкіл жүргізетін жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз. Біздерде тек қана жаңа тегін жатып, тегін ас ішу емес, жаңағы басқа да шараларға міндетті түрде жаңағы өздерін тігін тігіп үйрететін тігін шеберханаларымыз бар. Оған жаңағы біздерде жаңағы сабақ беретін маман бар, сол келіп үйретеді. Осы 6 ай уақыт аралығында олар тігін тігіп үйрету керек. Қаланың жаңағы еріктілер топтары бар, олар келіп, оларға жаңағы неше түрлі курстардан өткізеді, тегін курстардан. Солардың барлығын біз қамтамасыз етіп жібереміз. Сонымен басқа осы діни басқармадан, діни орталықтан, Нұр Ғасыр мешітінен жаңағы имандар, жаңағы еріктілер келіп, біздерге
біздің жаңағы жас аналармен неше түрлі осы имандылық тақырыбында неше түрлі жұмыстар өткізіледі. Сонымен қатар біздер жақында бір қос сәбиімізді жетімдер үйінің түлектерін жаңағы 40-нан шығару мерекесі бүкіл ұлттық салт дәстүрлердің барлығын осы орталықта өткізіп отырамыз. Мейлі ол орыс болсын, мейлі ол қазақ болсын, біздің Қазақстан мемлекетінде тұрғандықтан біздің жаңағы сәбидің 40-нан шығару мерекесі, тұсаукесер мерекесі, я болмаса жасқа келетін мерекелерінің барлығын үлкен мән, мағына беріп мен соны өткіздіруге тырысамын. Себебі ол сәбидің жаңағы анасының адасып, тума туысқандарының олардан безгенінен ол сәбидің ешқандай да кінәсі жоқ. Ол сәби өзінің жаңа осы өмірге келгеннен кейін бүкіл осындай жаңа құндылықтарды жаңа анасы үйреніп, сәбидің бойына сіңдіре білу керек. Сондай мақсатта жақында қала әкімін шақыртып, қос сәбидің жаңағы шаштарын алатын жаңағы рәсімді істеттік. Бұл біздерде жаңағы қала әкімшілігін, жалпы жұртшылықты біздің жаңағы осы орталыққа көңілін аудару, осы орталықтағы жас аналарға көмек қолдау көрсету деген мақсатта. Жақсы, енді мынандай сұрақ туындап отыр менде. Осы аналар үйі осы 6 айлық мерзімде қанша ананы қабылдай алады? Және сол келушілердің жалпы қандай ұлт өкілдері басымырақ? Өкінішке орай біздің жаңағы келетін, осы аналар үйіне келетін жас аналардың көбісі өзіміздің қарагөз қыздарымыз. Қазақтың қарагөз қыздары. Ал жаңағы басқа ұлт, орыс жаңа ұлтынан келетін болсақ, олар көбісі жетімдер үйінің тәрбиеленушілері. Жаңағы 4 қабырғадан шыққаннан кейін олар өздеріне жаңағы мейірім беретін адам іздейді. Оны бір жаңағы жас жігіттерден табады. Ол жігіттер жаңағы оның тума туысқаны болмағандықтан жаңағы уақытша мейірім береді де, жаңағы мен сені жақсы көрем, сүйдім, күйдім деп алдап кете барады. Сондықтан сондай жас аналар өздерінің тағдырын қайталамау үшін жаңағы біздер аналар үйіне алып келіп, әрі қарай қолдау көрсетіп жіберіп жатырмыз. Қанша аналар келеді 6 айда? 6 айдың ішінде жаңағы біздің аналар үйінің келу орны 18 анаға шейін қабылдаймыз. Ал қазіргі таңда біздерде 10 ана сәбимен тұрып жатыр. Яғни 6 айға 8 адам қабылдауға мүмкіншіліктеріңіз бар. Мүмкіншіліктеріміз бар. Жақсы, бұл сан енді мүмкін аз болып көрінгенмен де, бірақ ол мейлі 5 болсын, 3 болсын, ол өте қиын жағдай ғой. Рахмет. Енді жалпы жаңа сөзімізге байланысты айтатын болсақ, қазір статистикалық мәліметтерге сүйеніп отырсақ та, тіркелген некенің 50%, 50% жаңағыдай ажырасып жатады екен жастар көбіне. Демек, бұл менің айтқым келгені жастарда бір ауыртпашылықты көтеру, бір-бірін түсіністікпен қарау деген мәселеде сәл бір ақпараттар немесе бір түсінік жетпейтін секілді. Мынандай ой туындамай ма екен? Осы сіздің орталықты естісе, қазір мүмкін осы хабарлар арқылы біз айтып жатамыз жағдайды. Әрине бұл бір мақтанышпен айтатын дүние емес, осындай орталық жұмыс жасайды деп жаңа шақыратын дүние емес, ол белгілі, құрметті телекөрермендер. Дей тұрғанмен де бір жас отбасы бұл мәселеде ушығып отбасында, ол анада мынандай ой қалыптасып қалмай ма екен? Ары кетсе баратын жер бар менде. Үйім қабылдамаса, жұртым қабылдамаса, ана үйі бар. Сол жерге барып жағдайымды қарайым деген секілді ой қалыптасып кетпей ме екен? Жоқ, біздерде аналар үйінің ережесінде жаңа тұрмыс құрған аналарды біз сирек қабылдаймыз. Ондай жағдайда тек қана тұрмыстан зорлық, зомбылық көрген жағдайда оның барлық түпкі негізін, түпкі жаңа шығу себебін барлығын зерттеу барысында ғана біз қабылдай аламыз. Бұл орталыққа жаңа тұрмыстағы некеде болған аналарды біз қабылдай алмаймыз. Себебі олардың келген жағдайда да, маған жаңа қоңырау шалып, көмек қолдау сұрап келген жағдайда да, мен міндетті түрде сол жаңа жас ананың күйеуін, жолдасын, зайыбын шақырып, сол кісімен сөйлесіп, жаңағы осы ұрыстың болу себебін анықтаймын. Ондай бірең саран жағдайлар болды.
оларды шақырып алып келгеннен кейін жаңағы жолдастарын шақырып, жаңағы күйеулерін шақырып, солармен міндетті түрде жаңа түсіністік жұмыс шараларын өткізем. Я болмаған жағдайда үлкендерін, ата-аналарын, енелерін шақырып, міндетті түрде сол жаңа жас ананы өз отбасына аз уақыт орталық арасында қайтарып жіберуге тырысамын. Себебі біз ол анаға түсіндіріп айтылады. Бұл жердегі орталық жаңағы баратын жері жоқ, басатын тауы жоқ, жалғыз басты аналарға арналған орталық. Олар жаңағы шарасыздықтан сәбиін жетімдер үйіне өткізіп жібермеу үшін сондықтан ашылған орталық. Жаңа өткенде де бір осындай тікелей сұхбат барысында бір үлкен ағай, атай маған сұрақ қойған болатын. Осындай жаңа қарағым-ай, осындай аналар үйін ашып қойып, сендер жаңағыдай некесіз туатын сәбилердің санын көбейтпейсіздер ме деп. Жарнамалап жатсыз өзіңіз. Иә, деген секілді. Жоқ, ағай, дедім мен. Бұл аналар үйінің ашылу мақсаты сәбилерге арналған. Яғни сәбилер жетімдік көрмеу керек. Ол аналар мысалға, ол сәбилер дүниеге әкеліп қана тек қоймайды ғой, бір жыл, я болмаса 6 ай уақыт аралығында аналар үйінде тұрады. Одан кейінгі қиындықты өз мойындарымен көтеруге біз осы орталықтан дайындап, дағдыландырып жібереміз. Себебі бізден шығып кеткеннен кейінде ол жаңағы енді баратын жері жоқ болып, баласын сәбилер үйіне өткізіп кете беруге мүмкіндік болмайды. Ондай жағдайда біздер сот арқылы жаңағы сол 6 ай аралығында, я болмаса 1 жыл аралығында жаңағы жас анаға төленген қаржыны қайтарып беруін біздер сондай талап қоямыз. Сондай неге құжатқа қол қойдырып аламыз. Келген бетте келісіммен, келісімшартпен қабылдаймыз. Сонда ғана барып ол ана өзінің бойына жаңағыдай жауапкершілікті алады. Ол 18 жыл бойы 18-ге келгенше енді жетілдіріп жіберу керек қой. 18-ге келгенше осындай қиындықты көру үшін ол жаңағыдай аналар үйіне келе салмайды ғой, шамалы уақытқа. Сондықтан мен осы жағдайды сол кісіге түсіндіріп айтқан болатынмын. Демек, кез келген аналар қабылдана бермейді, зерттеліп, зерделеніп, сұхбаттасып, нақты көмек қажет болған кезде ғана шарттармен ғана өтеді екен, міндетті түрде. Дұрыс. Енді жалпы айттық қой, жалпы қазақта қызға 40 үйден тыйым дейді. Өте жаны бар, өте бір сондай жақсы айтылған сөз. Енді сіздің жалпы жұмысыңызбен таныстық, қандай адамдарды қабылдайсыз, ақпараттандық. Енді жалпы осындай мәселелердің туындауы қандай себептерге байланысты деп ойлайсыз? Материалдық аз қамтылу ма, тәрбиенің берілмеуі ме, немесе рухани жұтаңдық па? Қандай бір себептерге байланысты осындай мәселе ортаға шығып қалып жатыр? Әрине, бұндай мәселелер бұрыннан да болған. Бірақ біздің қазақ халқы жетімін жылатпаған, жесірін далаға тастамаған халық. Сондықтан олар ол кезде бұндай жағдай болған жағдайда да олар жаңағы өздері үлкен ақсақалдар кеңесімен барлығын келістіріп отыратын болған. Қазіргі таңда бұндай жағдайға тап болатын жас аналардың көбісі отбасы жоқ, жетімдер үйінен шыққан, я болмаса отбасында тәрбие көрмеген сондай аналар, аз қамтылған отбасынан шыққан аналар. Сондай жағдайда жаңағы, я болмаса жалғыз басты, жаңағы толық емес отбасынан шыққан балалар осындай жағдайға көбірек ұшырайды. Ал толық қанды отбасынан шыққан сәбилер, толық отбасында тәрбиеленген қыз балалар бұндай жағдайға сирек ұшырайды. Тек болып қалған жағдайда олар барлығы бірігіп, тума туысқандары бірігіп, осындай жағдайдан шығып кететін жағдайын іздейді. Яғни ондай толық отбасында тәрбиеленген қыздар бұндай жағдайға өте сирек кездеседі. Сондықтан мен халыққа да, жалпы өзіміздің қазақ халқына айтатыным, жас аналарға, отбасыларына айтатыным, қалайда өмірге сәбиді әкелгеннен кейін ерлі зайыптылар сәбилерін бірге тәрбиелеу керек. Осындай жағдайларға тап болмау үшін, қиын жағдайға кезікпеу үшін ұл болсын, қыз болсын бірдей тәрбие беру керек. Қазіргі таңда ата-аналар
жұмыс басты болып, жаңағы балаға өте сирек көңіл бөлінеді, сирек көңіл бөлінеді. Балалар өздері жаңа неше түрлі телефонмен, гаджеттермен, смартфондармен өздері үйде тәрбие алып қала береді. Сондықтан балалар әрине ойларына келген, интернеттен көргендерін, ғаламтордан өздерінің ойларына келгендерін істейді. Сондықтан сәбилерін, жаңағы өздерінің балаларын қалайда жаңағы әкесі де, анасы да бірдей тәрбиелеу керек деген ұғымдамын. Жаңағы біздің жас аналарды алдап кеткен әкелер жаңағы кетіп қалған, бұлар жауапкершілікті мойнына алмаған әкелер деп айтқым келеді. Себебі ондай жаңағы баласынан бас тартқан безбүйрек әкелер, ол әке тәрбиесін көрмеген балалар деп айтқым келеді. Әке тәрбиесін көрмегендіктен олар жаңағы ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, тек қана жаңағыдай кез келген қызбен уақытша жаңағыдай қарым-қатынаста болып, сосын жауапкершілік жаңағы қыз осындай қиын жағдайға тап болған мезгілде жауапкершіліктен бас тартып, қашып кетіп, телефондарын өзгертіп, жаңа жоқ болып кететін әкелер өте көп. Енді Таңсұлу Зағитқызы, соңғы сұрағымыз, біздің сіздің айтып отқан жұмысыңыз жалпы жаңағы осындайға тап болған аналармен жұмыс. Енді осылардың алдын алу бойынша жастармен бір сұхбаттар, кездесулер, мына сіздің аудиториядан бөлек, жаңағы аналардан бөлек қабылдаған. Осындай болып қалмаңыздар. Осының алдын алу шарасы ретінде басқа да бір аудиториямен жұмыстарыңыз бар ма? Міндетті түрде. Біздер осы аналар үйі туралы жаңағы хабардама беру арқылы оқу орындарына барып, осындай жағдайдан сақ болу керектігін айтып, мен әрбір оқу орындарында осындай жарнамалар өткізем, барып жаңағы лекциялар оқимын. Ол жаңағы осы қаладағы оқу орындары, орта оқу орындары, жоғарғы оқу орындарының барлығында бірдей болып шықтым. Енді олардың әрбір маған аудиторияны жинап береді, сол аудиториядағы көбісіне қыз балаларға осындай қиын болған жағдайда балаларынан бас тартпау керек екен, ал тіпті ерте жүкті болмау жағдайына не істеу керек, осының алдын қалай алу керектігі туралы мен өзімнің ойымды үнемі айтып жүремін. Ендеше Таңсұлу Зағитқызы, осындай алтын уақытыңызды бөліп, осындай аналармен жасап отқан жұмысыңызды айтып, одан мынау көрермендерге жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әрине, аналар, осындай жылап келетін аналардың саны аз болсын, жоқ болсын деп тілейік. Сіздерге алдағы уақытта осындай үлкен атқарып отқан жұмыстарыңызға рахметтерімізді айтамыз. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермендер, қазақ бабамыз айтқандай, малым жанымның, жаным арымның садақасы дейді. Өсіп келе жатқан үйдегі ұл қызымыздың тәрбиесі тал бесіктен басталып жақсы біз тәрбиелеп оған ұғымды бере алатын болсақ, әрине бұндай жағдай бізде ешқашан болмайтыны анық. Өйткені қазақ бабамызда қарттар үйі болмаған, жетімдер үйі болмаған, аналар үйі болмаған тарихымызда. Сондықтан да құрметті ағайын, үйдегі барымызды бағалай білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.